Елде шамамен 9 миллион адам жұмыспен қамтылған, бірақ 942 мыңы бейресми еңбек етеді. Яғни әр 10-шы азаматтың келісім шарты жоқ. Жұмысын заңдастырмайтындар көбіне ауыл шаруашылығы саласында істейді, яғни мал бағып, егін егіп, өнімін сатып, бірақ жеке кәсіпкер ретінде тіркелмей табыс табатындар шамамен 389 мың азамат. Ал сауда және автокөлік жөндеу саласында 103 мың, өнеркәсіпте 45 мың, құрылыста 20 мың азамат еңбек шартын жасамай жұмыс істеп жүр. Бұл ақпаратты ұлттық статистика бюросы жариялады. Азаматтар ауызша келісіммен жұмыс істегендіктен жалақыны қолма-қол алады. Нәтижесінде жұмыс беруші жалдамалы қызметкер үшін зейнетақы жарнасын, әлеуметтік сақтандыру төлемдерін аудармайды. Демек, мұндай азаматтар ақылы еңбек демалысы, еңбекке жарамсыздық парағы, декреттік төлем сияқты әлеуметтік кепілдіктерден қағылады. Кейде тіпті еңбек ақысын да ала алмай сан соғады. Шын мәнінде адал жұмыс істегенін заң алдында дәлелдей алмайды. Сондықтан еңбек шартынсыз жұмыс істеу азаматқа да, мемлекетке де тиімсіз. Еңбек шартсыз жұмыс істеу заң тұрғысынан да, әлеуметтік тұрғыда да тәуекелді. Егер еңбек шарты болмаса, жұмыскердің жалақысы, жұмыс уақыты, демалыс ресми түрде бекітілмейді. Жұмыс беруші кез келген уақытта жұмыстан шығара алады. Зейнетақы, әлеуметтік аударымдар төленбейді. Даулы жағдайда құқықты қорғау қиын болады. Бұл мемлекет үшін көлеңкелі еңбек нарығын өсуіне әкеледі. Нәтижесінде бюджетке салықтар мен әлеуметтік төлемдер түспейді. Жұмыссыздық пен еңбек нарығы бойынша нақты статистика бұзылады. Заңсыз еңбек қатынастары көбейеді.